Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, армысыздар бүгінгі тойымыздың аса қадірменді қонақтары. Бүгінгі Керей еліндегі, оның ішіндегі Батырбековтер әулетінің той қуанышына ортақтасып, алтын басын иіп, алтын уақытын қиып келіп отырған арқалаған әлеумет, ұлдарыңыз арасында қыздарыңыз өрісті болсын. Бүгін міне Ердостай азаматтың жүрегінің қадауы сонау Жаныс елінің сұлу да сымбатты қызынан тауып жатқан екен. Олай болса жаңа өмірге қадам басқан жас жұбайларымыз бақытты болсын. Қыдырдарып бақ қонған Серік атам менен Тұрсынкүл анамның шаңырағынан той кетпесін. Жаңа өмірге қадам басқан жас жұбайлар бақытты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады, қымбатты қонақтарыңыз. Әке көрген оқ жонар деген сөз тегін айтылмаған. Бүгін міне әкенің жолын жалғап, шаңырақтың ішінен және де бір шаңырақ тігіп жатқан жағдайымыз бар. Ендеше Талғат ағам менен Жанар жеңгемнің шаңырағынан той қуаныш кетпесін, сәбидің шат күлкісі естілсін деп, мерекелі той думанымыздың біз әрмен қаратай тұрлы төріне қан менен қаншайым болып шығып отырған, қылауы түспеген судай жаңа құдалар еліне көңілді бұрсақ деген ниеттемін. Себебі тектіден текті туады, тектілік қанды қуады, тектінің тілегі терең болады, айтқан дұға тілегі қабыл болады деген. Сондықтан бүгінгі Керей елі менен Жаныс елінің ортасы алтын көпірге айналып отыр. Тұғырлы төрімізге шыққан, қылауы түспеген жаңа құдалардың төр басқаны құтты болсын деп, құдаларға және де бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Ой, тамаша. Абыройларыңыз асқақ, беделдеріңіз биік болсын деп, енді алтын көпірге айналған жаңа өмірге қадам басқан Ердоспенен Сандуғашты ортамызға шақырмасақ, бүгінгі тойымызға сән кірмейтін, тамағымыздан дәм жүрмейтін түрі бар, қымбатты қонақтар. Теңізде жүзген қос аққудай болған, махаббаттарын тілдестірген, жүректерін үндестірген қос қашығымызды ортаға ерекше бір әсем әуенменен шақырғанды жөн көрдік. Баршамыз орнымыздан тік тұрып, тілеулес екеніміз ұқтырып, қарсы алайық, әуелетіп ән салайық. Жас жұбайлар ортамызға келуде. Барша қымбатты қонақтар, назарда бүгінгі қос қашыққа бұрайықшы. Жаңа өмірге қадамды бірге басқан, махаббаттарын тілдестірген жас жұбайларымыздың бүгінгі өміріндегі естен кетпейтін ерекше сәтінің сіздер куәгерісіздер. Ер жігіттің арғымағы жақсы болса бір бақыт, алған жары жақсы болса мың бақыт, перзенті жақсы болса шын бақыт деген ағайын. Ендеше осындай қылықты керемет қыздар, ұлықты ұлдар сіздердің шаңырақтарыңызда өрбей берсін. Олай болса жақсы жылқының жалы әрі жібек әрі қыл, жақсы жегіттің белгісі түзде мырза үйде құл деген. Сондықтан да Ердос екі қадам алға шығып, қолын кеуде тұсына қойып, баяғылардың батырларынша елге деген мырзалық, күйеулік бір тағзымды етіп қойсын Шыганеке. Ердосқа бір қол соғып қояйық ағайын. Ой, керемет. Ердостың настроенесі жақсы сияқты. Өзі негізі ер жақсы өмір сүру үшін жақсы жар алу керек екен. Ал енді жақсы жар алу үшін өзі жақсы болу керек екен. Сондықтан жігіттің серісі болған Ердос, әлемдегі ең әдемі қызды алдым деп тұрған шығарсың. Қателесесің, оны әкең ақ қойған өзі. Құдай қаласа сіздер өздеріңіздің перзенттеріңіз үшін өмірдегі ең үлгілі жан болуға тиіссіздер. Келіні жақсы үйдің керегесі алтыннан болады десе, бүгінгі Керей елінің керегесін алтын етемін. Жаныс еліне тек қана алғыспенен абырой алып барам деген үлкен арманмен келген Сандуғаш келіндеріңіз осы елге деген құрметін, ізетін сәлемі арқылы көрсетіп қойсын Шыганеке.